Ассалаумағалейкум достар. Арадан көп уақыт өтіп қайта оралдым достар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Ал меттің оқиғасын тамашалаңыздар. Ағаштың қасында, неткен керемет, Іше беріп, мас болып та қалдым ғой. Іше беріп шаршап кеттім мен өзім. Басым алып кетті. Мен неге орманда жүрмін өзім, жалпы мұнда қалай келгенімді білмеймін. Мына жерде машина жоқ па, тез кетіп қалайшы. Мен неге орманда не істеп жүрмін өзі есімде жоқ. Көп ішіп қойыппын ше. Болды, жетеді енді. Сәл мастығым тарқағанша мына жерде отыра тұрамын ау деймін. Машина жоқ сияқты ғой. Басым айналып кетті. Басымды жолға қаратып жатырмын. Қазір бір машина келіп қалатын шығар. Әйтпесе мен мына орманда жаяу қалай жүремін? Білмеймін, мына орманға қалай келгенімді, не болғанын есімде жоқ. Осы ішімдікті қою керек еді. Қазір тұрсам басым айналады. Басым ауырып кетеді. Сәл жата тұруды шештім. Қайда қарай жүретінімді білмеймін жалпы. Білмеймін енді, мен адасып қалған сияқтымын. Мына жерге мен өзі кімдер әкелді мені, мен қалай келдім, жалғыз келдім бе әлде достарыммен келдім бе, мүлде есімде жоқ. Кеше болған жағдайдың мүлде есімде біреуі қалмаған. Так, енді білмеймін, басым ауған жаққа қарай кетіп бара жатырмын енді. Йо-майо! Жаңбыр басталып кетті. Жағдайым қиындап кетті менің. Жаңбыр басталып кетті. Йо-майо! Жарайды енді, мына бір жерде паналай тұрайын енді. Қай жерді паналасам болады екен, Мына жаңбырдың астында қалатын болдым ғой енді мен. Так, жүгірейін, тез жүгірейін. Жүгіру керек маған. Қай жерді паналасам болады екен, Мен жаңбырдың астында қаламын ба енді мен? Қай жерді паналайым? Жаңбырдың астында қалатын болдым ғой енді мен. Так, мына жерді паналасам қалай екен, Мына жерде. Чего-то осы жерді паналасам қалай екен? Так, жапырақтардың арасында. Білмеймін енді мына жер қандай екенін. Енді осы жерді паналай тұруым керек сияқты. Білмеймін. Әлде болмай ма мына жер? Так, анау не? Так, мынау не тағы? Қызық. Қасына барып көрейін қазір. Так, мынау не тағы? Так, ема, мынау машина ғой, ема, бұл мұнда не істеп тұр? Кім қойып кеткен мына жерге? Ё-майо, мынаның арасында көлік тұр ғой, ема. Чё за машина мынау? Ема, мынаның арасынан қалай біреу жасырып кеткен бе әлде? Так, отырып көрейікші ішіне. Так, салоны, ойбай, мына жерде бұтақтар жауып қапты, ағаштың жапырақтары көзімді жауып қапты. Мына жерде өтсек. Так, машина жүріп тұрма, көру керек, ема. Так, мынау қандай машина өзі? Оталып тұр, фары да жанып тұр. Так, енді жүргізіп көрейік. Жүріп тұр мынау. Ема, мына жүріп тұр, керемет қой мынаның жүрісі. Салоны да әдемі. Так, мына машина жүріп тұр, тағы да жүргізіп көрейін. Әдемі тартысы да. Так, мынаның сыртына қарағанда 70-ші жылдардағы масыл кары ұқсайды. Так, машина тема. Жүріп тұр. Фары бәрі істеп тұр. Ема, мына жерге мынаны кім тасып кеткен? Оны неге тығып қойған? Жапырақтардың арасына түк түсінбедім. Аяқ астынан маған машина табылып қап, бағым жанып кеткен қараш. Әйтпесе мына жаңбырдың астында қалып кететін едім. Енді қалаға қайту керек осы машинамен. Осы машинаны қалаға апарып, жақсылап тюнингтап сәндеу керек. Бірінші қала демекші, қалаға барып, кейін ары қарай үйге кетіп қалам ау деймін. Жүрісі базар жоқ екен, Тема екен жүрісі, базар жоқ. Так, қалаға қарай жол алдым енді. Осы трассамен жүре берейін, қаланың жолын тауып қалатын шығармын. Қалаға қанша уақытта жететінімді білмеймін. Қазір сағат шамамен 3 болыпты. Қалаға жетіп қалатын шығармын. Бірінші қаланың жолын тауып алайын. Ал енді осы масылкар менікі болады. Білмеймін енді кім тасып кеткен бұл масылкарды. Мықты машина екен, жүрісі де жақсы, ұнады маған. Енді бұл менің машинам болады.
қалаға жетіп алайын. О, міне қалаға да кіріп келе жатырмын. Жалпы қалада погода керемет болып тұр, әдемі болып тұр. Енді маған үйге бару керек сияқты, тюнингті кейін жасаймын ау. Білмеймін енді. Қазір қатты желанием болып тұрған жоқ тюнинг жасауға. Өзі қаланың жолын әрең таптым, шаршап. Қазір көлігімді мына жерге қояйын. Так, орманнан тауып алған көлігім. Енді бір жақсылап тюнинг жасап жіберсем болды. Суретке түсіріп алайын көлігімді. Все, әдемі. Өзім бір түсейін айтпақшы көлігіммен бірге. Так. Ендігісін тюнинг жасағанда түсетін болам. Қой, үйге барайын. Үйге кеттім. Тюнингті асықпай жасай беремін. Ой, абайлау керек, соғылмау керек. Самый главный машинаны соғылмау керек бізге. Ой, суға түсіп кеттім. Так, неқтың үйім есігі алдым, неге су басып кеткен өзі? Тым түсініксіз чё-то. Тым түсініксіз үйім есігі алдым су басып кеткен. Не болған мына жерге? Тым түсініксіз. Үй шашылып жатқан шығар. Үйге келдім, так, үй шашылып жатыр екен. Так, бір ұртта болсам ба екен? Қой, тастайын мынаны. Әйтпесе шаршап кеттім өзімде. Мынаның көзін құртайын. Все, көзін құрттым. Енді ондайға жоламаймын мен. Ішімдікті тастаймын. Так, үйім шашылып жатыр, иә? Соны жинау керек енді маған. Мал қора болып отыр ғой. Қазір осы дұрыстап жинап қояйын. Так, көлігім тұр ма? Орманнан тауып алған көлігім тұр ғой. Енді осы көлікке тюнинг жасау керек, тағы әдемілеу керек енді осы көлікті. Все, үйді жинап қойдым, әдемілеп. Енді кешкі асымды жеп алуым керек. Енді бүгін бізге кешкі ас, ол бургер. Енді бургер жеп, қарынды тойғызып, бүгін ұйықтау керек енді. Ертең машинаға тюнинг жасайтын боламыз. Мынаяқтың кім суылғаны соны білмей атым ше, мынаяқтың бәрін дұрыстау керек еді. Жарайды енді, бұл жақтың бәрін ертең... Ой, әні құлап қалдым. Мына жақтың кесірінен құлап қалып жатыр, мынаяқ су. Так, енді бұл жақты ертең жөндейтін болам, дұрыстайтын болам. Енді мына үйде енді білмеймін, сататын шығармын енді. Кішкентай үйде тұрамын жалпы өзім. Енді жұмыс істеп, ақша жинап, үлкен үйге ақша жинау керек енді. Мына үйді сататын шығармын, мүмкін. Көреміз енді. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер достар. Және комментарийға топ деп жазып кетейік достар. Осы видеоға смело лайктарыңызды басыңыздар, ал келесі кездескенше достар.